Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз Quizzes бағдарламасы арқылы тест сұрақтарын құруды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google немесе Яндекс бағдарламасына кіріп, quizzes.com сайтын теріп, сол сайтқа кіретін боламыз. Ол жерде сіздер тіркелмеген болғандықтан, ол жақта сіздерге только сайтқа кіреді. Сол үшін сіздер оң жақ төбедегі Sign up деген белгішені басып, сол жақта екі әдіспен тіркелетін боласыздар. Оның бірінші әдісі Google арқылы, екінші әдісі өздеріңіздің электрондық почталарыңыз арқылы тіркелетін. Бірінші сынып. Бұл жақта өзіңізге ыңғайлы пәнді, өзіңіз ұйымдастыратын пәнді таңдайсыз, немесе басқа да тақырыптарды таңдасаңыз болады. Мен математиканы таңдаймын. Келесін басамыз. Енді сіздерде ашылады. Сіздерде осындай бет ашылады. Бұл жақта тестті қандай түрде жасайтындарыңызды таңдайсыздар. Бұл жақта большой выбор. Бұл жақта сіздер тест түрінде, яғни сұрақ вариант, ал бұл флажок, бұл жақта бірнеше вариант, яғни көп вариантта, ал заполнить бланк дегенде бұл жақта арнайы жолақ арқылы, яғни сұрақ беріледі, сұраққа оқушы өзінің жауабын жазады. Бұл жақта ешқандай вариант болмайды, ол просто бұл анкета сияқты толтырылатын болады. Біз өзімізге ыңғайлысын таңдаймыз. Мен большой выбор таңдайын. Бұл жақта тек қана сұрақ және варианттарымызды жазамыз. Бұл жерге біз сұрақты жазамыз. Мен жай ғана бірінші сұрақ деп жазып кетейін. Екінші, бұл жақта өздеріңіздің сол сұраққа байланысты варианттарын жазасыздар. А жауабы, жай ғана жазып кете берейін. А жауабы, Б жауабы. Үшінші, С жауабы. Төртінші, Д жауабы. Бұл жақта 4 немесе ең көбі 5 вариант, ең азы 2 вариант қана қолдана аласыздар. Және мына бөлімде, f(x) деген бөлімде математикалық формулалармен тест құрайтын болсаңыздар, бұл жақта келген математикалық белгілер бар. Және вариантты сурет ретінде берсеңіздер де болады. Сұрақты да сурет немесе видео ретінде, немесе аудио ретінде де берсеңіздер болады. Тағы да айта кетсек, бұл сол сұраққа жауап беру уақытын белгілейсіздер. Қанша уақыт белгілесеңіздер де, ол сұрақтың күрделілігіне байланысты болады. Енді спасти деген бұл сохранить етеміз, яғни жасаған сұрағымызды сохранить етеміз. Бұл жақта бізде сохранить етілмеді, себебі біз дұрыс жауабын белгілемедік. Мысалы, сіз сұрағыңызды қоясыз, сол сұрақтың варианттарын жаздыңыз. Енді ол сұрақтың дұрыс жауабын мына белгілер арқылы белгілеп кетесіз, жауабы болсын. Біз оны белгіледік, ол жасыл түске боялды. Енді оны сохранить етеміз. Сұрағымыз сақталып жатыр. Осылайша біз таңдай аласыз. Келесі сұрақтарды, яғни жасай бересіз. Бұл жақта сұрақ шектеусіз, яғни қанша сұрақ жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Мысалы, сіз бірінші сұрақты тест сұрағы және вариант ретінде таңдадыңыз, ал екінші сұрақ жолақша, яғни оқушылар өздері ғана қоятын сұрақты таңдасаңыз да болады. Мысалы, бұл жаққа сұрақ жазасыз. Мен жай ғана екінші сұрақ деп жазып кетейін. Ал бұл жақта сіз өзіңіздің ответіңізді жазасыз. Яғни сұрақтың
мысалы мен а жауабы деп қана кетейін. Бұның уақытын белгілей аласыз. Кейін бұны да сақтаймыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, мына жақта көп тұрғандарыңыздай оқушы ашқан кезде осылай көрінеді. Сұрақ беріледі және оның жауабын өзі жазады. Осылайша сіз басқа да әдістер арқылы тест сұрақтарын құрай алатын боласыз. Кейін тестіңізді барлығын құрап жасап болғаннан кейін публиковать деген белгішені басамыз. Бұл жақта аласыз, яғни тест қалай болады, сол туралы суретті қоса аласыз. Одан кейін екінші тілін таңдайсыз. Қазақша болса қазақша, ағылшынша болса ағылшынша, орысша болса орысшасын таңдайсыз. Біз қазақшаны таңдаймыз. Оценканы өзіңіз көресіз. Қай класстарға арналған таңдайсыз. Және бұл жақта сіздің құраған тестіңізді кім көре алады, сол туралы белгілеп кетсеңіз болады. Біз барлығы көре алатындай белгілейміз. Кейін сохранить. Сақталып жатыр. Интернет желісінің баяулығына байланысты осылай кідере тұрамыз. Кейін тестіңізді, бұл жақта сіздің тестіңіз көрініп тұрады. Кейін оны сіз оқушыларға жіберу үшін поделиться деген жерді басып, көшіріп аласыз да оқушыларға жібересіз. Оқушылар бұл тестті орындау үшін олар бұл Quizzes бағдарламасына тіркелудің керегі жоқ. Тек қана сілтеме арқылы кіріп, өзіне берілген тапсырманы ссылку дегенді басып, өзіңізге осы кодты жазып, ол кіре алатын болады. Барлық оқушылар қанша оқушы кіргені мына жерде көрінетін болады. Бұл жақта кірген оқушылар көрінеді сізге. Кейін біз барлық оқушы жиналып болғаннан кейін тестімізді бастаймыз. Бізде қазір ешқандай оқушы кірмегендіктен бізде басталмайды. Кейін тест біткеннен кейін коннектті басамыз, яғни тестімізді аяқтаймыз. Аяқтап болғаннан кейін кім бірінші орын, екінші орын, үшінші орын алғаны көрініп тұрады. Бұл жақта тесті ол орындар оқушының жылдамдығына байланысты және дұрыс жауап бергеніне байланысты орындарды анықтайды. Осылай біздің тестіміз аяқталады. Сіз құраған тесттарыңыздың барлығын мына жақтан көре аласыздар, моя библиотека деген жерден. Бұл жақта сіз құраған тесттер көрінеді. Осылай осындай тесттерді құру арқылы сіз өзіңіздің сабағыңыздың көрнекі